Жоқ, еңлік. Пусть. Это то, что у нас внутри. Почему бы об этом не сказать? Сен оған қазір сезіміңді білдіресің. Ол сенің бетіңді қайтарып тастайды. Ертең сен бетіне до конца ол сезон біткенше басылады. Менің ондан ешқай жерім кетіп қалмайды. Зато мен шындықты айттым, ішімдегімді айттым. Ол саған болмаса да ол до конца сен артыңнан жүреді. Жоқ, мына жерде айтып жатыр ғой, до конца жүрмейді. Біз сүйем, күйем, өлем деп атқан жоқпыз ғой. Тоқтай тұр. Енділік сүйем, күйем, өлем деп атсақ, мейлі екен да, ол бетімізге басылады. Я, ұнайды. Мына жерде кім-кімге ұнамай жатыр? Диана ханым, бір сұрақ қойсақ. Айналдырма қой. Нұрдәулет, сіздің аса қадірменді досыңыз Еңлік есімді. Екі қыздың ешқандайда мүмкіндігі жоқ, менде шанс көп дейді. Сенімді өзіне. Еңлік екеуіңіз бұл тақырып аясында сырласқан бедіңіздер? Жоқ, Диана ханым, бұндай тақырып жайлы ешкіммен ешқандай әңгіме қозғалған жоқ негізінде. Білмеймін енді. Айтып кеттім ғой, Диана ханым, негіз барлығымен бірдей араласам. Бұлар маған, мен оларға ешкімге үміт беріп жүрген жоқ. Жүрегім бос негіз, Диана ханым. Былай айтқанда, но бірақ Диана ханым негізі ақыр осы мәселенің бәрі көтеріліп жатыр ғой. Ой. Негіз Диана ханым, ғашықпын, жүрегімнен орын тапты, болмаса сүйем, жақсы көремін деп айтпаймын. Но бірақ осы қашылардың арасынан, осы үш қыздың арасынан деймін, екі қыздың арасынан деймін, жалпы осы өзіміздің кастың арасынан бар бір қыз негіз Диана ханым. Танысып көргім келіп жүрген. Бірақ оны Диана ханым, дәл қазір айтқым келіп тұрған жоқ, Диана ханым. Неге бастадыңыз, айтпайтын болсаңыз, Нұрдәулет? Қыздарды құр босқа әуреге салдық қой бұл жерде. Мен Диана ханым мына жерде кішкене в шоке болып отырмын Аринаның жауабына. Мен негіз жоқ деп айтады деп ойлағам. Неге ондай шок? Жоқ, мен кешегі айтып жүрген әңгімелерім бәрін әзіл деп ойладым да. И қазіргі айтып отқаны негізі кішігірім шокқа келіп отыр мен. Енді не істейік шыл шокты? Ерасыл? Енді бұл жақта жанашының сезім ашылып кетті. Иә. Менің ойымша мен мына жақта шынымен де налып отырмын да, шыны керекше. Мұн жақта сендер егер біреуге сезімдерің болса, не үшін үміткер қабылдайсыңдар, мен вообще түсінбеймін соны. Мына жақта Нұрдәулет, қыздар қыз басымен мұн жақта сезімдерін мойындап жатыр. Сен сонда еркек басыңмен мойындай алмайсың ба сезіміңді? Ал Аринаға сосын тағы айтарым. Арина, сенің мұн жақта үміткерің бар, сен онымен танысып жүрсің. Сезімің болса, не үшін онымен таныстықты бастайсың? Вообще түсініксіз ма? Қарындасыңызға түк айтпайсыз ба? Қарындасым, сен отыра тұр тыныш қана. Бауырым кішкене басылып сөйлеші кішкене, жарай ма? Диана ханым, бұл жерде сезім бар. Болмаса ғашықпын деп жатқан жоқпын. Бірақ танысып көргім келіп жүрген. Үміткер қабылдауға сол қыз кедергі ме сізге? Сол қызға деген сезім, ұнату? Бастадың ба, айтып таста Нұрдәулет осы жерде. Негізінде Диана ханым ол кедергі болған жоқ, осы уақытқа дейін келген үміткерлерді қайтаруыма. Но бірақ ішімде Диана ханым просто ой болып жүрді, осы қызбен танысып көрсем деген сияқты. Бірақ та оны Диана ханым дәл қазір айта алмаймын. Арина, сіз жаңа Нұрдәулет сөйлеп бастаған кезде естіп қалдым мен сізден, қазір басқа қызға сезімін білдіреді деп. Сіз білесіз бе ол қай қыз екенін? Сіз қымбатқа айтқаныңызды естідім. Білмеймін, мазақ қылып отырғаннан басқа қызға салатын шығар деп сол неде айттым мен. Білмеймін, Диана ханым. Қымбат?
мен негізі шанс жоқ жоқ вообще